Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің каналымыздың көрермендері. Бұл видеода біз сіздермен ауызша есептей алу дағдымызды дамытуды жалғастырамыз. Келесі үйренетін әдісіміз соңы 5-пен аяқталған екі разрядты сандардың квадратын ауызша есептеу. Ол екі разрядты сандар бізде қайсылар? 15, 25, 35, 95-ке дейінгі болған сандарға қолданатын әдіс. Арасынан біреуін таңдайық. Мысалы, 35-тің квадратын ауызша қалай тез есептейміз? Біз білеміз, 5-тің квадраты 25. Соңы 5-пен аяқталатын кез келген санның квадраты да 25-пен аяқталады. Ал енді алдында тұрған екі цифр қандай цифр болуы мүмкін? Оны білу үшін сіз 35 деген цифрдың алдында тұрған 3 цифрын, одан кейін санауда келетін 4 цифрына көбейтіп жіберіп, дәл соларды алып келіп орналастыратын болсаңыз, 1225 деген 35 санның квадраты шыға келеді. Әдіс өте оңай. Комментарийде қалаған бір екі разряд соңы 5-пен аяқталған экранда көрініп тұрған сандардың біреуін таңдап, квадратын ауызша есептеп көріп жазып кетіңіз. Сонымен қатар видеоны достарыңызбен бөлісіп, ауызша есептей алу дағдыңызды бірге дамытыңыз.